Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай сүзбелі бәліш пісіреміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырымызды жасаймыз. Ол үшін ұнға қопсытқышты салып араластырамыз. Сары майды ұнға араластырып, үкіштен өткіземіз. Сары май міндетті түрде тоңазытқыштан шыққан болу керек. Міне осындай ұнтақ пайда болады. Енді осыған қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді осыған жұмыртқаны қосып, қамырымызды қолмен біріктіреміз. Енді салманы дайындаймыз. Ол үшін сүзбеге қант және жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Енді салмамызға қаймақ немесе майонез қосып араластырамыз. Осымен салмамыз дайын болды. Формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды осылай қолмен жайып шығамыз. Қамырымызды жан-жағына да әдемілеп салып шығуымыз қажет. Дайын болған формаға жаңағы салмамызды құямыз. Енді пирогымыз әдемі болу үшін осылай шанышқымен жан-жағын әдемілеп басып шығамыз. Міне бәрі дайын болды. Енді пирогымызды 180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Мінекей пирогымыз пісті. Енді пирогымыздың кетпеуі үшін пышақпен жан-жағын қырып, формада шамамен 15 минуттай суытып болып аламыз. Пирог өте нәзік, дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен пісіріп көріңіздер. Ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.